идеально емес ойлағандай. Зачем оған отыра бермейсіз? Барлығын таргетолог жасайды. Кезде түсіне бастайды екенсің. Былай да істеуге болады екен. Балалар өтпейді уже. Все уже. Дизайнерлар да бар екен деген сияқты. Үйде отырып қандай іспен айналыссам екен деп. Күйеулері қолдайтындар аз. Бүгін бізде бірінші подкаст. Біз Динара ханым екеуміз бүгін таргетологтар мен веб-дизайнерлердің солар жайлы әңгімелер айтамыз қазір. Сондықтан бізді қолдаңыздар. Біз еще ойланып, кешеден бері подкасттың атын не деп қоямыз деп. Pixel Mom деп қоятын болды. Енді Pixel Mom деп ойлап тұрғаным, менің Pixel деген дизайнда Pixel, качество, размер деген сияқты. Сол Pixel менің дизайныма қатысты. Сосын Mom деген енді мен эксперттердің арасында именно мамалар, аналарды осындай тақырыптарды абсурд етуге шақырамын. Сондықтан Mom деп тұр арты. Давайте біріміз таныстырып өтейік. Динара ханым таргетолог, бастап жатқан 1 жылдық, стаж бар таргетолог. Қазір Динара ханым өзі жайлы айтып кетсін. Ал мен веб-дизайнермін. Уже 5 жылдай тәжірибем бар. Сондықтан қазір дизайнға қатысты, таргетологқа қатысты нәрселерді осы жерде қозғап, қарапайым тілмен енді айтып берейін деп отырмыз. Өзіңіз таныстырыңыз. Менің есімім Динара, 1 жылдық опыты бар таргетологпын. Қазіргі таңда бірнеше проекттермен жұмыс жасаймын. Барлық, енді Pixel Mom деп тұр ғой, аты айтып тұрғандай, үйде отырып, ақша тауып жұмыс істеп жүрген анамын. Иә. Мен сияқты. Неше балаңыз барсың? 3 балам бар. Мен 2 ұлым бар. Еще кішкентайыңыз бар, Кішкентайым Маха 1,5 жаста. Баламен жұмыс істеген қалай екен? Баламен жұмыс істеген енді былай идеально емес ойлағандай. Инстаграмда бізде көбінесе күшті картинкалар енді көрсетіп жатады ғой. Таңертең тұрып, йогасын жасап деген сияқты. Енді оның барлығы мен тырысамын жасауға өзім үшін деген сияқты. Бірақ та барлық уақытта идеально емес. Балалар ауырып қалатын уақыттар болады. Ол кезде режимнен ауытқып кетесің деген сияқты. Түнде жұмыс істеуге тура келеді, немесе таңғы уақытта тұрып жұмыс істеуге келеді. Кейбір кезде түні бойы ұйықтамайтын уақыттар болады. Сондықтан осылай енді барлығы идеально емес, бірақ та бір-біріне ұштастырып істеп жатырмыз. Иә. Жоқ, реально андай Инстаграмда шынында идеально сияқты. Өткенде менің бір күнім деген рилс салдым да. Сол кезде қарасаң, бітпейді ғой, сыймайды ғой целый күн бір рилсқа ше. Мен айтам, баланы киіндіріп жатсаң, жүгіріп жүріп тамақты араластырып келесің, там сондай да постоянно жүгіріс. Сондықтан Инстаграмдағыларға алдана бермеңіз. Иә, шынымен де ол. Кейде мысалы бізде андай төсек жиналмай қалатында моменттер болады шандай. Балалар садик алып кетесің, проект жасау керек, или осылай съемкаға жүгіріп клиентке кетесің деген сияқты моменттер. Нағыз СДВГ деген сол ғой. Өйткені бір нәрсені істеп жатып, келесі уже тамағына бару керек, одан кейін баланы алып кету керек деген сияқты сондай моменттер болады. Бірақ әйтеуір соған қарамастан жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Жоқ, тырысасың енді, потому что мне кажется, баламен анау жүргенде кішкене бір настроениең түседі, сондай болады да, анаумен алданасың кішкене, ананы істеп жатырмын, мынаны істеп жатырмын деп ше. Сосын біртіндеп уже бала өскеннен кейін білмеймін, кейбір кісілер нянька жалдап уақытын ақша тауып босатып жатады ғой, қызығам енді өзім. Сол нянька жалдауға өзіме позволять ете алмай жүрмін әлі. Сол менікі де сондай. Сол сөйтем, нянька жалдауға білмеймін, қорқамын ба. Содан кейін айтам, қош, садикке үйреттім, садикке барады, қазір нормально. Сөйтіп жұмыс істеуге болады екен негізі. Еще түнмен. Енді мен ойлаймын, бұл бастапқы кезеңінде болғансын шығар. Енді ертең үлкен бір опыт жинағаннан кейін барлығы постепенно болатын шығар деп. Мен үміттеніп жүрмін де. Өзімді көндірем ба деп, мен баланы аяйын ба бір нәрсе. Бірақ садикке жібергенде спокойно жіберем ше. Мысалы, жаңа жыласа да нормально қалдырып кеттім. Кішкене 1-2 сағаттан кейін алып кетемін деп. Сол сияқты, типа, үйренетін шығармыз оғанда деп ойлаймын. Уақытымен келеді ол барлығы. Иә. Давай онда нені айтайық? Қалай келдік, мысалы, веб-дизайнға? Таргетке? Сіз таргетке қалай келдіңіз? Мен таргетке алыстан бастайын, Мен өзім Жезқазған қаласының тумасымын. Сол жақта біз жолдасым екеуміз
тұрмыс құрып үйленіп сол жақта тұрдық біраз уақыт. Содан телевизорден былай балалар енді балапан арнасын қарайды ғой, сол кезде қызығып қарайтынмын да, балаларымды өйстіп әр жаққа алып барсам, развивать етсем, ана жаққа мына жаққа деген сияқты дамытсам деген ой болатын. Содан біз 2017 жылы Астанаға көшіп келдік. Мен барлық гештальттарымды жауып бастадым. Балаларым балапан арнасында да болды, барлық жан жақты дамыды. Сөйтіп жүрген кезде екі қызым ғой, екеуін бірге қатар тасып жан жаққа дамытып жүрдім. Содан енді уақыт өте келе барлығы жүйеге келді, бәрі жақсы болды. Балалар, қыздарым мектепке бара бастады, үлкені үшінші классқа, уже сол уақытта өйстіп жүрген кезде, үлкенім үшінші классқа, кішкентайым бірінші классқа келген кезде, үшінші балаға декретке шықтым. Сол кезде ойлана бастадым. Енді бірінші жаңағы алдыңғы қатардағы балаларды дамыттым, оларды мектебін реттестірдім, бірінші сыныпта отырдым, барлығын базасын салдым дегендей. Сосын үшінші баламен енді ойлана бастадым. Болды, бұл жүйе енді қалыптасқан. Үшіншісімен қалай істеу керек мен білемін нақты. Енді өзімді ары қарата қалай дамытсам екен деген сияқты. Барлық колесо баланса дейді ғой, барлығы жабық тұрды менде. Бірақ та мынау самореализация деген қалып қойып жатты да. Содан ойлана бастадым. Үйде отырып, қандай іспен айналыссам екен деген. Сөйтіп жүрген кезде жолдасым маған ұсыныс тастады, таргетке қалай қарайсың деп. Өзі бар ғой, күйеулері қолдайтындар аз ше. Мысалы, мен күйеу вообще до сих пор түсінбейді мен немен айналысатынымды. Ол баста мен айттым, архитектор болып жүрген кезде, мысалы ол маған мен айттым 50 мың теңгеге мен мына курсты оқығым келеді. Ол кезде анау архитекторлар проект жасады ғой. Сосын бір дамытқым келді да, сөйтем, ой, зачем саған осымен жүре берсе деген сияқты айтты да. Қой деп өзім алып оқыдым соны. И содан кейін 6 айдан кейін мен веб-дизайнға ауыстым ғой. Онда да солай мен сайт жасауды үйренгім келеді, үйренгім келеді. Ол кезде 125 мың теңге ма сондай болды. Сосын зачем өйтесің? Аяғым ауыр, как раз баланы босанайын деп отырмын ше. Сосын зачем оған отыра бермейсің бе? Мен ақшаны алып келіп жатырмын деп. Мен жоқ, мен оқимын деп. Сосын андай не болды? Не дейді? Собеседование шақырып, бір 10 шақты адамға грант берді ше. Солай мен ұтып алдым оны. Сөйтіп оқыдым Қуаныш Шоңбайдың кезінде. Солай оқыдым да, и жеңілдік, андай күшті жеңілдік болып жатыр деп сөйтіп айтты. Собеседование осынша адамға, біз тегін өткен адамға тегін оқуға мүмкіндік береміз деп. И мен соны оқыдым ше, өттім соған. Ол кезде уже балам бар, кішкентай, бір айлық па сондай. И солай мен веб-дизайн, вообще Инстаграм жүргізем деп келгенмін ғой. Сол кезде түсіндім ғой веб-дизайн не екенше. Сонда веб-дизайн деймін, бірақ смыслысын түсінбейді екенмін ше. Ол не? Мен ойлап жүрмін ана Инстаграм жүргізеді, видео түсіреді, соның бәрін сол веб-дизайн жинайды деген сияқты понятие болды. Сөйтсем веб-дизайн деген тек қана сайтқа, графикасына жауап береді екен ғой. Сөйтіп күйеуім мен қолдамаған, если что басында. Бірақ до сих пор 5 жыл болды айналысып жүргеніме, я. До сих пор түсінбейді сайттың. Мен көрсетем, қарасай жасаған сайтыңды деп. Күшті дейді да, вообще түсінбейді. Әйтеуір бір фотолар тұр. Иә, сон. Бірақ қазір айналыса берсеш, өзіңе ұнай ма, істей берсеш дейді. Оған главный тамағы бар, балалар жинап, гармония болып тұрса үйде болды. Ол соған мәз болып келеді, соған мәз болып кетеді. Соны, мысалы, сондай да болады ше. Мысалы, қолдамайтындар болады, түсінбейтіндер болады. Менікі реально түсінбейді. Ата-енем түсінбейді, немен айналысып жүрмін. Бірақ әйтеуір молодец деп қояды. Болды ше. Сондай, сондықтан андай постоянно қолдайды деп күтпеу керек деп ойлаймын. Мен өзім күтіп отырғым келген жоқ. Сразу алдым да бастап кеттім. Біздің өзімізде просто не болды ғой. Жаңағындай парфюммен айналысамыз дедік қой. Сондықтан бұлай Инстаграмды қарайсын, барлығы бір нәрсе сатып жатады әйтеуір. Сосын өзімізде де бұрынғы сату басқаша, қазіргі сату түрі басқаша енді. Өйткені социальный сеть арқылы, Инстаграм арқылы, оның барлығы, мысалы, таргетке жіберудің өзі ол реклама. Қазіргі сатудың бір құралы, инструменті. Сол үшін бізге өзімізге қызықты болды да, екеумізге бұның барлығы қалай, бұл жүйе қалай жұмыс істейді деген сияқты. Сондықтан сөйтіп екеуміз бірге
бардық. Басында енем тоже түсінген жоқ, не болып жатыр, өзі қандай реклама деген сияқты. Бірақ та ол кісі андай айтады ғой, за любой кипиш деген сияқты. Сондай дұрыс, молодцы, дамыңдар, істеңдер деген сияқты. Сөйтіп бізді қолдап, екеуміз сөйтіп барып таргетологты оқыдық. Күшті нәрсе екен. Жоқ, қолдаған күшті реально айтамын. Иә, поддержка болған енді екі есе қанаттандырады ғой адамды ары қарата жылжуға, мотивация. Мен мысалы баста сөйтіп қой зачем дегенде мен мысалы ренжідім ше. Сен мені поддерживать етпейсің деп ше. Сен мені қолдамайсың деп. Ол айтады, баламен қиын. Сосын мен со временем түсіндім то, что баламен алып жүре алатынымды. Типа веб-дизайнды, графигімді өзім қоямын деген. Мысалы бастапқы уақытта түнде жұмыс істеуге тура келді да. Типа андай, бала ұйықтап жатқанда сен ұйықтап алудың орнына жүгір жұмыс істейсің деген сияқты. Сондай моменттер бар әрине. Кейде үлгермей қаласың, клиентпен келіспей қаласың, ондай болады. Сосын ойлаймын да, зато мен қалған уақытымда істей аламын. Бала ұйықтаса да істесем де, зато мен сол уақытта жұмыс істеп, мысалы ақша алып жатырмын. Тоже мотивация. Мысалы үйден шыға алмайсың баланы тастап. Тоже күшті сияқты енді. Сосын оған қоса, мысалы, декретте отырасың сен, бірақ та үйдің шаруасы адамды шаршатады ғой. Ол шаруа адам шаршатқаннан кейін сен оны ұзақ істейсің. Өйткені через не хочу деген сияқты. Тамақ істеуіңде ұзаққа созылады, тағы да басқасы. Ал мына жерде сенде тағы да бір жұмыс тұр. Мен қазір ананы тез істеп тастайын, ананы бітіру керек деген сияқты бір мотивация тұрады да алдында. Өйткені өзіңде ары қарата дамығың келеді, өзіңді жана қырыңнан танығың келеді, өзің үшін деген сияқты. Сол үшін барлық өйстіп фрилансқа келген аналардың жаңағындай ең басты несі деп ойлаймын мен, даму ары қарата. Қолымнан не келеді деген. Өйткені фриланста жұмыс деген оңай емес. Оңай емес. Дисциплинаны талап етеді. Сен әр уақытыңды тиімді пайдалану керексің. Ортасында балаларыңды апарасың, тамағын істейсің, жұмысын істейсің деген сияқты. Андай момент болады ше, жұмысқа кіріп кетесің да, баланы алу керек ше, садиктан отвлекаться етесің. Жоқ, реально, отвлекаться етесің да, қайттан келген кезде анаған қайтадан солған кіру керек ше. Сондай болады ше. Менде анаған кіре алмай кішкене отырасың, сосын қайттан, болды, кетті деп істеп жатасың, уже тамақ істейтін уақыт келеді ше. Андай, ана жерде қайттан шығу керек. Сондай моменттер болады. Білмеймін енді, өзім фриланста реально андай күш-жігер жасап, жаңағыдай, осы планмен жұмыс істе деп өзіңді қамшыламасаң, андай жұмысың бітпейді. Үйдің тірлігіне кетіп қала бересің. Ал офиста жұрттар қарап отырады, офистің атмосфера, сонымен істейсің. Фокус бір жерде болғаннан кейін оңайырақ. Оңайырақ, реально оңайырақ. Сондықтан офиста істейсіңдер ма, фриланста істейсіңдер ма, вообще осознанно выбор қабылдау керек. Фриланста негізі оңай емес, тек о жерде айырмашылығы балаңа уақыт бөле аласың, жұмысын істей аласың, жеке дами аласың, үстіңнен қарап тұрған адам жоқ, басқарып. Сондай преимуществосы. И бүкіл ақшаны өзің аласың. Это очень важно. Вот таргет пен веб-дизайнердің жұмысының айырмашылығы. Өткенде айттық қой, таргетологтың бойына бүкіл баннер бәрін іліп қояды да. На самом деле екеуі разные не деген сияқты. Таргетологтар мен веб-дизайнерлердің жұмыстары вообще негізі екіге бөлінеді и бір-бірін пополняет. Сондықтан мен қазір нені қозғағым келіп тұр да, таргетологтың жұмысына не кіреді и веб-дизайнер, графический дизайнердің жұмысына не кіреді. Кейбір адамдар ақша төлегенде ойлайды да, мысалы, услугасына ақша берді, соның бәріне ол кісі баннер жасайды, сайт жасайды, и реклама жібереді, келген адамдарға жауап береді, сатылымға жауап береді деп. Соның границасын қояйық қазір. Таргетолог не істейді? Таргетологтар негізі енді практикада былай қарасақ, таргетологтар анализ целевой аудитории дейді, аудиторияны жаңағындай анализ жасау аудиторияға, сосын конкуренттерге анализ жасау, настройка. Одан бөлек настройкасы бар. Фейсбукпен жаңағы рекламный аккаунт дейміз, бизнес парақша дейміз, соның барлығын жасау.
сонымен қатар жаңағы анализ бен конкуренттерге анализ жасаған арқасында сен жаңағындай үлкен жүйе, маркетинг деген үлкен жүйенің бір шетін жаңағындай қалай изучать етесің, қалай қазақша? Зерттейсің, иә. Зерттейсің. Сен үлкен жұмыс анализ жасау. Иә, анализ. Бірақ енді сен анализ жасамасаң, ары қарата офер жасауың да қиын болады сенің. Оферден барлық таргетологтардың айтатыны енді жаңағындай білім беретін таргетологтардың айтатыны, анализсіз ешқайда таргетологтың жұмысы өнбейді деген сияқты. Ол шынымен де настройка 30% болса, қалған жаңағы нәтижесі ол анализ, конкуренттерге анализ, рекламаны жіберу, рекламаны жібергеннен кейін тағы да анализ жасайсың, креатив өтіп тұрма, өтпей тұрма деген сияқты, CTR деген сияқты, соның барлығын қарап отырасың. Егер көрсеткіштер дұрыс болмаса, тағы да креатив өзгертесің. Ол креатив жасау үшін тағы да уақытың кетеді. То есть креатив дегеніміз жаңағы баннер. Сіздер жасап беретін баннерлар, иә. Оның барлығы практикаға келген кезде таргетолог жұмыс істейді барлығын. Баннерді да, креативті да таргетолог жасайды, настройканы да, анализді да барлығын таргетолог жасайды. Бірақ та былай қарап келген кезде дизайнерлар да бар екен деген сияқты. Дизайнерлар сайт жасайды, баннерларды да дизайнер жасайды деген сияқты. Былай нақты енді осы салада маркетингтің жанында айналасында жүрген нағыз мамандардың жаңағы сөздерінен қарасақ, SMM жаңағы бар үлкен жүйе деп алатын болсақ, SMM, таргет, веб-дизайнерлер бар, копирайтер, то есть барлығын олар бөліп қарайды да. Маркетологтың өздері бірнешеге бөлінеді, мысалы, контент-маркетолог деген сияқты тағы да бірнешеге бөлінеді. Ал біз өкінішке орай универсальный жаңағы барлығын таргетологтар жасайды. Бірақ та енді қазіргі реальность сондай. Барлығын таргетологтар жасайды. Соны мен мысалы таргетологтармен жұмыс жасадым ғой 4 жыл. Сол кезде түсінетінім былай, мен жұмыс жасаған таргетологтар уже опытный таргетологтар, которые айырым жасап берші деп уже ақшасынан бөліп маған ақша бере алатындар. Соның арасында мысалы андай не деп айтам, енді бастап жатқан кісілер жазады да, сосын жасатпай қояды баннерді. Қаншаға істейсіз деп сұрайды, сосын жасатпай қояды. Мен одан сұрасам, мысалы ол кісілер бүйтіп айтады, маған за услугу 70 000 теңге ақша берді. Сонда ол бір баннер емес, бірнеше креатив жасату керек болады да. Сонда бір креативті мен 15 000 теңге жасасам, бүкіл услугасын маған береді ғой. Солай. Сондықтан мен ойлаймын да, мысалы, таргетологтардың жұмысы ол рекламаны жіберу, оның жұмысын толықтырған кезде, мысалы, оның ішінде жаңағы веб-дизайнерлер, графический дизайнерлер жүреді. Ол кісінің таргетологтың берген тексттарыңыз, сіздердің офферларыңыз бар ғой, аудиторияңызға зерттеген. Сол текстіні таргетолог береді, мен сол дайын текстқа қарап сурет жасаймын. Дайын офферге қарап сурет жасаймын да, бұл кісіге қайтып берем оны. Сосын оны таргетолог жүргізеді, рекламаға салады, охват көтерілсе ары қарай продажа болады, охват көтерілмесе Әйгерім ханымнан баннер ауыстыру керек дейді, ол кісі қайттан жаңа басқа аудиторияға текст береді маған, мен қайтадан дизайн жасаймын. Солай негізі бір-бірін толықтырады ше. Таргетологтардың жұмысына бөлек еще сатады деп ойлайды ғой, мысалы. Таргетолог алып келген клиентті сөйлесіп сататын сату маманы болу керек. Негізі бұның бәрі бөлек-бөлек нәрсе. Ал таргетологқа дейін парақшаны дайындайтын SMM маркетологтар негізі. Ол кісілердің жасап берген дүниясын таргетологтар зерттеп ары қарай алып кетеді. Сондай бір связаны ше негізі бір-бірімен. Жаңағы үлкен жүйе ғой. Мысалы қазіргі таңда сатылым алып келетін нағыз мықты инструменттер ол SMM, таргет және отдел продаж дейміз ғой, сату бөлімі. Үшеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты. Мысалы таргет сен жібересің, таргетолог таргет жіберді, бірақ та Instagram аккаунтына кіреді, ол жерде дым жоқ. Жоқ. Әрине ол жерде продажа болмайды. Слив бюджеті деген осы жерден болады. Сен қанша жерден ақшанды бер таргетке. Жаңағы Facebookқа да ақша төлейді ғой, енді олар бөлек. Соның барлығын құйғанмен, егер сенде Instagram парақшаңда упаковка болмаса, сені нақты сатып жатқан жаңағы продукт туралы
жаңағындай Ашық ашық айтылмаса, иә, ол сіздің аудиторияңыздың болін, возражениесін жаппаса, ол жерде сатылым болу екіталай. Сосын сатылым болмаса не істейді? Келеді таргетологтарға. Мен таргет жібердім, ақша кетіп жатыр, сен таргетолог қалайша менде сатылым жоқ деген сияқты. Таргетолог сіздерге жаңағындай бизнес иелеріне, эксперттерге, жаңағы өзінің целевой аудиториясын жаңағы алып келеді да, ары қарата сату бөліміне байланысты. Ол адамдар жаңағы Инстаграм парақшасына кірген кезде упаковка SMM-ге байланысты деген сияқты. Үшеуі жақсы тығыз жұмыс істесе, онда міндетті түрде сатылым болады. Өйткені менде практикамда мүлдем заявкалар түспет деген практикамда болған жоқ. Заявкалар түсті, бірақ та ары қарата сата алмаған болып шығады, немесе упаковкасы дұрыс болмаған. Енді оны таргетологтар алдын ала клиенттермен жұмыс істеген кезде аудит жасайды, мысалы сайтына, парақшасына деген сияқты, ары қарата сатылым бола ала ма бұл жерде, бола алмай ма деген сияқты. Өйткені біздің таргетологтардың жұмысы тікелей соған байланысты. Бір-бірімен байланысты болғаннан кейін соның барлығы болу керек. Қазір 2025-2026 жыл тем более. Адамдар Инстаграмға үйренген, конкуренция көп. Оның барлығы сіздің продуктыңызды сату үшін жақсылап тұрып, енді еңбек жасау керек. Ол жерден ақша алам деген болсам бизнестен. Сондықтан сондай. Вот негізі адамдар түсінбейді да, мысалы Инстаграмда негізі теплый аудиториялар отырады, жылы, который қызып, дайын отырады, күшті, вообще андай жылып. Сосын таргет арқылы холодный аудитория келген кезде оларға сата алмайды, потому что или видеолар дұрыс емес, воронка деген қайдан шығады. Холодный аудиторияға сен кімсің, продукцияны түсіндіретін сондай контенттеріңіз дайын тұру керек ше. Сосын холодныйлар уже тіркеле бастағанда уже тереңірек түсіндіретін рилстар кетеді деген сияқты сондай жұмыстары бар да. Ол таргетологтың жұмысына да әсер етеді. Келіп тұрған адамды сіздің инстаграмыңыз немесе сату мамандарыңыз ұстап қалу керек. Это бәрі осылай бірге жұмыс істеу керек. Солай. Сондықтан біз әртүрлі эксперттер. Сондықтан андай біздің жұмыстарымызды бір-бірімізге үйіп бермеңіздер. Мысалы, маған сайтқа баннер сатқан кезде осы сұрақтарды қояды да, мен айтам, мен таргетолог емеспін деп ше. Мысалы, мен всегда талап етем, баннер жасаған кезде таргетологыңыз бар ма, офферіңіз бар ма? Олар ойлайды, офферді бәрін мен придумать ету керек. Мен айтам да, сіз зерттеген аудиторияға мен соған қатысты жасап берем. Типа түсі де соған қатысты болады, суреті де соған қатысты болады. Мысалы, жас аналарға қатысты болса, балалар мен жас аналарға қатысты нәрсе істейсің ше. Мысалы, андай уже өзін жағдайын істеп қалған қыздар болса, оларға уже басқаша подход жасау керек деген сияқты осындай өздерінің суреттері де бөлінеді. Әр адамның психологиясы әртүрлі ғой. Әр аудиторияның негізі таргет тікелей адам психологиясымен байланысты ғой. Сондықтан мысалы анализді не үшін жасайды таргетологтар? Ең басында міне мен киім сатам, менің аудиториям 25-40 жастағы әйелдер ғана деген ондай болмайды. Өйткені ол әйелдердің да образ жизни дейді ғой. Өзінің өмір сүру жаңағы әртүрлі. Біреуі офиста жұмыс істейді, біреуі фриланста жұмыс істейді, біреуі ана деген сияқты. Сен киім сатқанның өзінде мысалы, сен оларға әртүрлі подход жасау керексің. Даже киім магазинге барғанда да айтамыз ғой, менің стилім бұл жерде жоқ екен деп. Сол сияқты ой жердің өзі сондай адамдар болады. Сол сияқты аудитория деген, сол любой нәрсенің өз аудиториясы болады негізі. Айтайықшы, визуал деген, мысалы, Инстаграмның жаңағы упаковкасы, өзінің баннерлары деп айтамыз ғой, обложкалары болады, түрлері. Егер жаңағыда учебный центр, компаниялар болса, дизайнерге визуал жасату өте маңызды. Мен өткенде бір ОБТ орталығының Инстаграмын көрдім, мына жерге көрсетіп қояйық потом. Сол жерде, мысалы, каждый балаға, каждый пәнге обложканы жасағаны маған сол сатты.
мысалы маған ұбт керек емес нәрсе болды. Мысалы қазір менде вообще сұраныс жоқ оған. Менде балам жоқ ұбт-ға түсейін деп жатқан. Иә, реально мысалы. Бірақ ана обложканы көріп, ол маған сатып тұр да, мен аны алғым келеді анаған қарап ше. Сол сияқты. Сосын бір детский магазин бар менде, бір постельный тондарда күшті жасайды. Оның инстаграмына кіріп те ана обложкасына қарап балам алғым келеді. Мысалы ол жерде төбесінде мысалы 1 жас пен 4 жас аралығы деп жазылып тұр. Мысалы маған киім керек емес, просто рекламадан шығып қалды да. Ана бір нәрсе алғым келіп тұр ше анадан. И содан жай шарф сатып алдым, ана ұлыма ше тоже сатты да мысалы маған. Сол сияқты визуал сондай кезде өте маңызды. Мысалы эксперттерде де мысалы жаңа курс өткізгенде, бірінші серия, екінші серия деген нәрселерді шығаратын кезде тоже визуал, мне кажется, маңызды. Мысалы қазір анау журналдар сияқты визуалдар шығып жүр. Ортада текст жазылып тұрады, төбесінде число, там короткий шрифтмен, рилстың басында сондай тұрады. Тоже продает. Мысалы менің өзім қызығып о деп қараймын мысалы до конца ше. Сондықтан таргетқа қалай маңызды, инстаграмға да, мне кажется, визуал жасату өте маңызды. Иә, ол нағыз таргеттегін айтатын болса визуалды, мысалы креатив жасаймыз, ол жердегі баннер. Ең бірінші рекламаны көрген кезде таргеттен сізде реклама шықты. Сіз адамның вниманиясы, зейінін бір жерге тұрып қалатындай, сен оны 3 секундта адамның зейінін ұстап қалу керек. Одан кейін офер. Уже текстін оқиды. Текстін оқиды. Текст, сататын текст болу керек. Сіздің жаңағы продуктыңыз сататын, призыв к действию дейді ғой, жаңа астында соның барлығы болу керек. Оның барлығы жақсы, әдемі, гармоничны болса, сосын барып өтеді. Ол жерде сатылым да болады. Сатылым да болады дегенде. О ар жағында сату мамандарына да байланысты, бірақ та ең нақты таргеттің жаңағы өзінің міндеті деп айтамыз ғой, зейін ұстап қалу, арғарата сатылымға апаратындай заявкалар алып келу. Сол жерде баннердің жаңағы несі маңызды. Ал жаңағы инстаграм парақшадағы визуалды жаңағы сізді менде толықтырып айтып кеттік оны. Осы нені айтам да, баннерді қызық жері артында жасалған жұмыс көп ше. Баннер сахна сияқты ғой, типа әртіс сахнаға шықты, артында ешкім көрінбейді ше. Сол сияқты мысалы баннер жасаған кезде қаншама маркетолог, зерттеу жұмыстары бәрі жасалып жатыр. И адам бірінші баннерді ғана көреді ше. Сол баннерді қалай качественно жасайсыздар, сосын көргеннен кейін охватпен уже ары қарай таргетологтың жұмысына қарай кетеді. Қызық та. На самом деле веб-дизайнер ортасында ғана бір шетінде қосылады ше. Негізі сосын мынандай баннерная слепота деген бар. Қайта-қайта бір типті жарнамалар таргеттен шыға берсе, адамдар оны бұл жарнама деп қабылдайды. Ары қарата өтіп кете береді. Өтіп кете береді. Ол жерде енді заявкалардың да түсуі қиын, клик бағасы өседі, CTR төмендейді деген сияқты. Сондықтан баннердің дұрыс болуы, офердің дұрыс болуы, ол өте маңызды. Еще баннерді уақытылы ауыстырып тұру. Кейбіреулер постоянно, мысалы рилсты да постоянно одно и то же рилсты продвигать ете береді ғой. Сол сияқты, мне кажется, постоянно ауысып тұру керек. Ана ішіндегі адам постоянно көзге түссе де тоже күшті ғой, бірақ формат. Формат, дизайн ауысып тұрса, адамдардың іші де пыспайды, андай лақтырмайды да, прям вниманиені ұстап тұрады. Негізі сатылымға алып келу үшін де точки касания деген не бар ғой, тақырып бар ғой. Бұл жерде адам 7-ден ары қарата жаңағындай касания жасайды да. Өйткені мысалы таргеттен сені көрді, ол адам қарауы мүмкін, бірақ та ары қарата кетіп қалуы мүмкін. Келесіде сенің жарнамаң тағы да көрді, солай ішіне кірді. Описаниесін оқып көрді. Шапка профилі дұрыс па, ішіне парақшаның ішіне кірді. Не туралы бизнес, не сатады, маған керек па, керек емес па. Жазылады, ары қарата сторис, одан кейін reels. Осының барлығы жаңағы келген аудиторияның жаңағы касаниясы дейміз ғой. То есть сізбен танысып жатыр. Сіздің аудиторияңыз. Сосын ары қарата ол жылып, прогрев дейді ғой, солай ары қарата сатылымға дейін бару мүмкін. Таргет көбісі кәсіпкерлер енді тура, кейбіреулер тура бизнестер
бөлейін деп жатқан кезде бар ғой міне волшебная кнопочканы басып жіберейікші деген сияқты ойлайтын кәсіпкерлер де бар. Ол енді негізі бизнесті жақсы болып тұрған кезінде, рост болып тұрған кезде таргетті барлығын сол уақытта жіберу керек. Енді барлығы бітейін деп жатқан кезде емес. Сондықтан қазір Инстаграм деген керемет инструмент. Ол сіз телевизорге барып жарнамаламайсыз, тағы да бір істемейсіз. Міне сіздің қолыңызда тегін таргетке бір рет ақша салдыңыз. Ары қарата жаңағы біз айтып кеткендей Инстаграм, визуал барлығы дұрыс болса, онда продажа жасау жақсы, оңай. Күшті. Инстаграм арқылы негізі мен өзім осылай бет түсіріп қойып спадеймін да, еще бет алма қоям камераны, тоқтамай сөйлеймін, ана тақырыптар жазып алғам ғой. Тоқтасам бітті, сөйлей алмаймын ше. Тоқтамай сөйлеймін, сөйтіп бастадым ғой. Бірақ соны қазір қарасам, соны 4-ші видеосында уже заказ түсті ше маған. Сосын барып былай қарапсаң, ол кезде менде адам жалдайтын ақша болған жоқ, мобилограф жалдайтын, там монтаж істейтін осы бәрін мысалы өзім істедім ше. Негізі любой нәрсе сөйтіп басталады. Көп адам қиындатады ғой. Камераға сөйлей алмаймын, адам жалдайтын ақшам жоқ деп. Мен ойлаймын, негізі мені просто андай амал жоқтықтан итермеледі да, ситуация сондай нәрсеге. Ақша тапқым келді, там үйде отырғым келмеді деген сияқты. Солай негізі біреуді пинать етпесе, ешкім сразу бастамайтын сияқты. Сондықтан да негізі қиындатпай бастап кету керек деп ойлаймын. Просто андай историяға шыға бер деген сияқты. Просто бет тупо түсіре беру керек. Бір күні өзінен өзі улучшаться етіледі, качество видео, там сөйлейтін текстің да бір пайда болады деген сияқты. Сондықтан любой нәрсені қиындатпай сөйтіп бастап кетсеңіздер, мысалы Динара ханым да солай бастап жатыр, мен де солай бастаған, мысалы 5-ші жыл. Мен мысалы 5-ші жыл веб-дизайнда болғанмен почти начинающийға жатам шандай. Вау дейтін кейсім жоқ, бірақ жаңағыдай эксперттер, сондайлар, мен мысалы постоянно жұмыс істеймін таргетологтармен. Ана кейбір қыздар болады ғой, которые знаменитый біреулермен жұмыс істейді. Мысалы менде ондай кейс жоқ. Мен мысалы қатты танымал емеспін. Мен обычный күнделікті мысалы тамағымды істеймін, үй жинаймын, түскен заказымды істеймін. Тоже обычный. Зато менде де доход жақсы, танымалмен жұмыс істейтіндер де доход жақсы. Просто әркімде сондай өзінің кейсі болады. Менде стандартный сондай ортадағы адамдар, средний. Мен өзім средний сондай. Сондықтан да қиналмай бастап кетіңіздер. Өздеріңіздің клиенттеріңіз табылады, мне кажется, өзіңе қарай. Петличка алу, штатив алу деген ол не ғой? Мен өзімде ондай болған бар дегенде жақында ғана құтылдым содан шын айтайын. Өйткені экспертный деймін, енді экспертпін ғой, мен былай серьезно отырып сөйлеу керекпін деген сияқты. Сондай болды мен басында, мен енді серьезныймын деген сияқты жұмыс істеймін. Бірақ та штативті алдым, петличканы алдым, бірақ мен ең басында оқып бастағаннан бастап жай былай салып жүрдім. Мен таргетпен айналысамын, маған жазсаңыздар болады. Ең бірінші клиенттерім менің өзін жақын араласатын адамдарымнан келді. Всегда сондай болады негізі. Ең бірінші кейстерім менің. Одан кейін барлығы білді, бірақ та сен әрқашан өзің жайлы айтып отырмасаң, адамдар сен туралы ұмытып кетеді. Сондықтан енді біз үйде отырып істейтін ана болғаннан кейін өзіңізді хотя бы сала беріңіз ше, жаңағы жұмыс істеп жатқан ақырын опытпен негізі келеді екен. Мен парақшам былай керемет упаковкасы бар парақша деп айтпаймын. Қазіргі таңда мен жаңағы петличканы алып, штативті алып, барлығын бит дайындалған адам, бірақ та бір күнде мен жай енеммен сөйлескен рилсты ғана сала салған, шын айтамын, осы жақында ғана болды. 150 мың ба сондай просмотр жинады. Енемнің темасы сондай болады екен. Енемен түсіріңдер. Просмотр жинады, маған адамдар жатыр. Вообще мені танымайтын, холодная аудитория дейміз ғой, мені мүлдем танымайтын адамдар, сіз оқытасыз ба, обучение бар ма, таргет жіберу қанша болады деген сияқты, сол кезде түсіне бастайды екенсің. Былай да істеуге болады екен, точно енді упаковка жасаймын деген сияқты. Сондықтан қалай бар өміріңізде солай жұмыс істейсіз, үй шаруасын, еш нәрсені қиындатып керегі жоқ екен негізі. Как есть көрсетсеңіз, өзіңіздің аудитория болады өзі сондай. Менің жаңағы жіберген
видеома ешқандай сол штативтің да петличканың да керегі болған жоқ шынымен. Просто былай неге қойдым да, ол кісінің сөйлеп жатқанын түсірдім, и сол видео нетпет жаңағындай ұшып кетті ғой. Сондай болады екен. Менде сондай бір 3 видео бар ше. Алдыңғы жылы мен айттым, болды, мен мынаумен айналыспаймын, веб дизайны, инстаграмы құрсын, шаршадым деп. Екінші баламды босанғанда ғой деймін. И бір кезде жарайды деп Алматыдан бір видеограф келіп түсіріп берген бір 4 видеом бар, салынбаған ше. Сосын соны жарайды, соңғысын сала салайын деп салмайын ба, 200 мың ғой, 200 мың бәрі курс сұрайды ана жерде ше. Короче, 4 мың адам, 5 мың адам, бір күн қарасам 8 мың адам комментарий, бәрі курс сұрайды. И жарайды деп бот қосам, и ботым не справляется, үлгермейді ше. Бір кезде ана ботқа 1000 адам жазу керек, 15 мың төлеп, 1000 адамнан асып кетті уже 7 мың адам ше. Ана бот да қайтадан қосам ше, 15 мың төлеп, сөйтіп курсым өтіп кеткен, тоқтаймын деп атқан кезде ше. Сондай болып 2 миллион доход жасағам сол кезде. И сондай бір рилстарым бар менің. Кеше соңында тоже енемнің ақша жинайтын туралы салғам. Тоже 3000 бір нәрсе ма, 4000 бір нәрсе просмотр. Еще ана комментарий 300 мың просмотр ше. И ана комментарийдің бәрі жазады ше, үлкен кісілер. Ой, айналайын, бір нәрсе. Типа, қайдан сен ақша тауып жатсың деп. Мен айтам, сайт жасаймын деп. Мен немеремді оқытуым керек еді. Сондай бір болады екен сондай. Андай 30 видео түсіресің, арасында 1-2 атады. Бывает ше, сондай моменттер. И сол кезде оқты, мен аудиториям осыған қызығады екен ғой деп, сол стильді ұстап аласыздар да. Сонымен ары қарай кете бересіздер. Сондай, сондықтан мен еще күле берем ғой, видеоларда күлемін, андай еркін отырып, сонда сала берем ше, ұялмай. Сондықтан ұялмаңыздар, нормально. Проверено дейсіз ғой. Иә, реально солай екен. Кейде болады ғой, бір экранда әдем болып историяға шыққың келеді, но не получается баламен. Шашты жинап аласың да, сосын кете бересің ше. Соны да ұялмай салуды үйрендім ше мен. Андай макияжсыз, мысалы, көбінде мен макияжсыз жүремін ше, мысалы. Оған да тоже өзіңді көрсетуге ұялмай привыкать ету керек екен негізі. Сондықтан вообще алмаңыздар. Бір жақсы, сен бірнеше жылдан кейін артқа былай қарап, қандай болдың деген сияқты. Ол да күшті бір нелер ғой. Өз-өзіне мақтанып қарап отырсың. Дұрыс болып тастаған деген сияқты. Шынымен сөйтем. Мен мысалы рахмет айтамын өзіме. Мә, Айгер молодец. Анау бірінші жолы мен ұйықтамаған күндерім есіме түседі да, видеоларым бар ше, анау қабырғаға тіреп қойып түсіремін ше, ана не сотканы қойып. Сол видеоларымды көріп қазір молодец деймін. Зато сол кездегі клиенттерім до сих пор бар менде. Вот Айгерім, уже олардың да не деп айтады, эксперттілігі өскен, уже бұрынғыдай емес, енді маған мынадай керек деп айтады. Бұрын не жасайсың, Айгерім, өзің жасап берші деп, ана вкусы жоқ адамдар ғой. Ол кезде түсінбейді да ше, уже не жасау керек екенін білмейді. Сурет жібер десең, суреттері жоқ ше, мысалы сондай. Қазір уже өскен ол кісілер уже айтады, Айгерім, маған уже бордовый цвет керек деп ше, уже андай сайттарында уже логотиптерді өзгерткен ше, андай. Сонымен клиенттер де өседі, сіздер де өсесіздер уже. Чектар да өседі, ақшалар да өседі. Мысалы, бұрын мен 2000 теңгеге жасарған баннерым, қазір 5 жылда, мысалы, мен 15 000 теңгеге жасаймын жарты сағатта ше. Бұрын ол 2000 теңгені құдай біледі, 2 сағатта жасадым ба, 3 сағатта жасадым ба. Ең басында, сен услугаң ең арзан болады, бірақ жасалуы ең қиын болады. Ұзақ уақыттың кетеді. Уақыт өте, опыт жинағаннан кейін бәрі орнына келеді. Шынымен легче болады біртіндеп. Ең бастысы берілмеу керек. Көбейеді. Берілмеу керек. Мен өзім 2-3 рет тастайым дедім. Сосын қой деп есім жинаймын. Тастайым деп жүрген кезде видеоларым атып кетіп жүр. Сөйтіп жүріп, есім жинап, сөйтіп көтерілдім. Мысалы, қазір тоқтағым келмейді. Мысалы, қазір табысың болғаннан кейін ба, еще Инстаграм жүргізудің өзі бір қызық қой, өзім мен кайф аламын Инстаграм. Ақша түспесе де мобилограф келіп түсіріп, монтаждап, ақылдасқан ұнайды өзіме ше, мысалы. Сол мысалы мен сияқты веб-дизайнерлер көп қой, который сама не справляется, жалғыз өзі істей алмайды, или там жаңағыдай штатив бір нәрсе деген моментті күтеді, или біреудің көмектескенін күтеді. Мен ойлаймын, анау жеке личностьті дамуға курс алады да істей алмайды. Просто тупо түсіре беру керек.
мен мысалы кейін өзінің удовольствиесін аласың, өзінің ана нан тапқаннан кейін уже мне кажется жеңіл болады. Балалар шегінерге жол жоқ деп алға қарата деп. жоқ, реально солай. Уже анау жұрттың бәріне көрсеткеннен кейін уже тастап кетуге бірінші ұялып тұрасың, жұрттар не айтады екен деп ше, реально солай. Сосын екіншіден ойлайсың, типа ақша тауып жатырмын ғой, сосын өзімді дамытып жатырмын ғой деп, реально дамығаныңды көрген кезде ең күшті мотивация. Дамып жатқаныңды көрген, это уже күшті. Ана кадрлардан өзіңді көргенде рахаттанасың ше. Иә, шынымен күшті боласың. Давайте мысалы таргетолог баннерді, сайтты өзі жасап беретін болса, қосымша ақша алады ма деген теманы. Иә. Баннер енді былай бізде қазір жаңағы айтып кеткендей, жоғарыда айтып кеткендей, креатив барлығы таргетологтың жұмысына кіреді. Сондықтан оны енді мен креатив жасадым, сен маған үстінен ақша бер деп ондай айтатын таргетологтар аз шығар енді. Бірақ та егер сенде дизайнер, кәдімгідей дизайнердің көз қарасымен жасайтын качествосы жақсы баннерлар, креативтер болса, ол тағы да саған плюс деп ойлаймын да. Ол сен уже чегін ішіне қосып жібересің ол бағаны. Өйткені сен оны ақша беріп оқыдың деген сияқты, сол үшін міндетті түрде чек көтеріледі. Примерно средний бағаны тоже айтып кетсеңізші, примерно таргет қана жіберсеңіз, осындай примерно чектар алсаңыз болады, баннер қоссаңыз осындай деп. Мысалы, кейбіреулер рыноктың бағасын білмейді. Рыноктың бағасы, шынымды айтсам, әртүрлі. Таргетологтардың алатын бағасы әртүрлі. Енді мықты деген бәленбай жыл опыты бар таргетологтар деп қараған өзінде, мысалы, кейбір кезде Threads'ті ашып қараған кезде 6 жылдық опытым бар, бірақ жаңағындай жасап берем деген сияқты жазатындар бар. Кейбір начинающийлар бар. 10 мыңға істеп берем, 20 мыңға. Енді негізі былай орта есеппен қарағанда таргетологтардың бағасы 200 мың, 150 мың, 200 мың шығар енді. Точно. Ол айына, иә? Айына, иә. Айына 200 мың. Әр таргетолог өзінің опытына байланысты алады деп ойлаймын. Ол справедливо, дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сен егер нәтиже бере алмайтын таргетолог болып, оның үстіне чегін көп болған, енді ол да дұрыс емес енді. Өйткені ондайларда кездесіп жатады. Сондықтан мынандай нақты бір қойылған баға деген ондай жоқ ау. Ал бірақ та таргетологтар егер таргетті жіберумен қатар сайттарды мысалы жасайтын таргетологтар да бар. Ол кезде енді сен сайт жасаған үшін бөлек ақша аласың. Таргет үшін бөлек ақша аласың. Ал креатив жасаған үшін бөлек ақша алу деген жоқ. Оны жаңағы услуганың ішіне кіргізіп жібереді, иә. Сайтты жасаған кезде бөлек ақша алады. Надай бола ма? Типа креативті сол услугаға кіргізіп жіберсең, осындай количество ғана креатив жасаймын деген ограничение бар ма? Мысалы, 10 десе 10, 20 десе 20 сол услуганың ішінде жасай береді. Ол әркімде әртүрлі, бірақ та мысалы кейбір енді клиенттердің де түрі әртүрлі болады ғой. Маған айына 1000 креатив керек дейтін болса, енді ондай креативті жасау физически түрде нереально. Ол кезде мен ойлаймын, міне маған қосымша ақша беріңіз, мен сізге жасап беремін. Әр креативті осындайға. Границаның жеке жаңағы, граница дейміз ғой, аяқпен бейтіп кіретін клиенттер болса, жаңағында теуіп кіретін клиенттер болса, мен ойлаймын, ол кезде уже айту керек. Өйткені көп количестводағы креатив, ол өте ауыр, оған өте көп уақыт кетеді. Креатив деген шынымен да ең жаңағындай уақытты көп алатын, настройкасы барлығы, ол уақыт өте келе сен оны тез жасай бастайсың, бірақ та креативті постоянно отырасың. Негізі мен сәлетшілеймін ба деп айтады негізі. Мен мысалы таргетологтармен жұмыс істеймін ғой, маған таргетологтар услугасынан бөлек клиенттен ақша сұрап береді. Бүйтіп айтады,
мен баннерді графический дизайнерге жасатамын, соған бір баннер осындай тұрады, егер сіз 10 баннер жасатсаңыз осындай бағада жасап береді деп сөйтіп айтатын менде таргетологтар бар, которыймен жұмыс істейтін. Солар сайтқа осындай ақша төлейсіз деп сөйтіп кесіп қояды. Сондайлар бар ше негізі. Бірақ жаңағыдай услугаларыңыздың ішіне кіргізсеңіздер, жаңағыдай баннердан ограничение қою керек сияқты. Мысалы 5 баннер жіберем, осының ішіне, оның өйткені наглый клиенттер көп, өте көп. Типа графический дизайнердің жұмыс екенін түсінбейтін клиенттер де өте көп. Соларға сондықтан ойлаймын, вот креатив кіреді, офер кіреді. Бұлар негізі копирайтер мен графический дизайнердің жұмысы, бірақ мен оны өзім жасап берем, бірақ оның ограниченный количествосы бар деп ше. Сөйтіп айту керек сияқты. Өйткені аз ақшаға көп уақытын жұмсайтын таргетологтар көп, еще ұялып айта алмайтын таргетологтар көп. Андай бұрынғы клиенттеріне айта алмайды, то что бағасының өскенін, уже сіз графический дизайнер жалдаңыз дегенді айта алмайтындар бар ше. Соны ойлаймын, негізі реально солай баннермен осындай тариф, сайтпен осындай тариф деп тариф қойып алыңыздар или. Күшті болады негізі. Бір таргетолог болған менде, бағаны өсірдім деп айттым ше ол кісіге мен. И ол 2000 теңгеге жасатады маған. Хотя ол мен 3-ші жыл опытым болғанда ма, постоянно өйтіп бүйтеді, фигмамен істеме дейді маған. Канвамен істеп берсе ал 2000 теңгеге болады дейді ше. Сосын ол өтпейді ғой ол. Мен 2000 теңгеге жасап берем, бір клиент бар, косметолог ше. Менің баннерыма жатып алған. Айгерім сеперсін деп айтады екен ше. Хотя мен оның баннерын Canva'да істейтінмін ғой бұрын. Мен айтам да, давайте бір 2000 теңге, бір 4000 теңге беріңіз. Мен фигмада күшті дизайнерскіп жасап берейін деп ше. И Canva'да жасай ақшасын қимайды ше. Бірақ содан кейін мен айттым, болды мен жасамаймын деп. 1,5 жылдан кейін қайтып кетті маған. 1,5 жылдан кейін ол кісіге жетті да ол. Содан кейін бәрібір айналып маған келді. Сондықтан ұялмай бағаны өсіріп айту керек, өйткені уақытың кетеді. Сосын сен уже өзің андай үйреніп күшті болып өскеннен кейін андай арзан нәрселер жасағың келмейді. Оны біліп тұрасың қаншалықты примерно форматта өтетінін ше. Сондықтан өскендеріңіз ұялмай айтыңыздар. Мен біраз ұялып жүріп 1 жыл просто уақытымды босқа кетіріп алдым солай. Мен енді қазір дизайнермен мен жұмыс жасамағаннан кейін мен үшін жаңағы айтып отқаным сол ғой, ортасына кіргізіп жіберу керек деген сияқты. Мен шынымды айтсам, жаңағы сіз айтқандағыдай дизайнерға клиенттерін алып келетін деген сияқты. Мен өзімде практикамда ондай болған жоқ. Бірақ та білетін бол. Сайт жасайтын білем. Мен өзім шынымен де былай қарап отырсам, кәсіпкерлерден не сұраймыз? Кейбір таргетологтар мысалы дизайнерлар жасайтын білем, мысалы фигмада деген сияқты. Бірақ та өзім оған жүгінген жоқпын. Сол практикамда қолданбағаннан кейін кәсіпкерлер ашып бүйтіп айтатын ешкім жоқ қой. Сайтты сайтолог жасайды, баннерді дизайнер жасайды деген сияқты. Нақты неде? Практикада, инстаграмда, енді инстаграмды көреміз. Бұлай айтып, ашығымен айтатын ешкім граница қойылмаған. Естімеген мен, шынымды айтсам. Баннерді таргетолог таргет қана жібереді, баннерді дизайнер жібереді деген сияқты. Сондықтан енді кәсіпкерлерден де оларды ойлаймын, оларды қатты сөгудің да несі жоқ шығар деп өйткені білмегендіктен деп ойлаймын. Мне кажется, былай таргетологтар баннерді үйреніп алып жасай алады, таргетта баннер нормально, графический дизайнер. Уже сайтқа келгенде уже терең, уже не қылғаннан кейін уже маманына жүгінсе болады. Мысалы, начинающийлар, шағын объемда жұмыс істейтін таргетологтар просто баннерді реально графикалық дизайнер ретінде үйреніп алыңыздар, болды ше, мысалы. Сондай, бірақ жағдай Canva дегенді тоқтатыңдар, короче, все уже. Шаблондар ма? Шаблондар. Қазір Canva'дан бөлек, қазір мысалы компас деген шықты, Figma, Photoshop уже көшу керек бер қарай. Уже Canva'дағылар өтпейді уже. Все уже. Так, біздің подкастымыз осымен аяқталды. Енді подкаст па, біз енді құрбылар сияқты осылай сөйлесіп отырған бізге жеңіл, андай профессионально бүйтіп отырғаннан көрі. Сондықтан біздің подкастымызға баға беріңіздер, комментарий жазып, лайк басып қолданыңыздар. Сіздерге ұнап жатса, біз тағы да басқа тақырыптарда түсіретін боламыз. Сондықтан біздің Pixel Mom подкастын қолдап кетіңіздер. Все. Рахмет шақырғаныңызға.